Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Біз өткен сабақта зат есімдер туралы және зат есімнің тұлғасына қарай бөлінетіндігін өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта біз зат есімдер құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінетінін білетін боламыз. Зат есімдер құрамына қарай тағы да екіге бөлінеді. Олар дара зат есім және күрделі зат есімдер. Бір түбірде негізгі иә туынды жасалған зат есімнің түрі бізде дара зат есімдер деп аталады. Мысалы, ауыл, сезім, тоңазытқыш, құлын тағы басқа, яғни бір ғана түбірден тұрады. Ал екі не бірнеше сөздің бірігуі, қосарлануы, тіркесуі, қысқаруы арқылы жасалған зат есімнің түрі бізде күрделі зат есімдер деп аталады. Күрделі зат есімдерді біз өткен сабақта өткенбіз, сондықтан бұл өте оңай. Оның өзі төртке бөлінеді: бірігу арқылы, қосарлану арқылы, тіркесу арқылы, қысқару арқылы. Мысалы, мұражай, аққу деген сияқты бір немесе бірнеше сөздің. Баспа сөз, дос жаран, сан есім, қазу деген сияқты күрделі зат есімдер екі немесе бірнеше сөздің бірігуі арқылы жасалынады екен. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.